Ал Динар, енді өзіңізге тағы да сұрақ қояйын. Ұйқымыз ашылды ғой. Көңіл күй жақсы ғой. Шайдан алып отырыңыз. Сахнада жүргеніңізге қанша жыл болды? Мен енді өзім негізі 5 жасынан ән айтам. Тамаша. Әйтеуір есімде әріп танымасам да, анам өзіме өлеңнің сөздерін жаттатқызып, сахнаға енді кішкентай жастан шығарып өзі жетелеген. Ал Астанада жүргеніме осы 2017-те 10 жыл болады. Сол тойларда ән айтам, концерттерде шағын, қазір енді аяқ басып келе жатырмын ғой. Сол Әр студент оқып жатыр. Ән айту деген қазағыма қалып біз, армандарға, биіктерге алып ұш. Барлық адамның жүрегінде болады ғой махаббат, болады ғой сағыныш деген ақындарымыз. Осы ретте өзіңіздің тамаша әніңіз бар, тамаша туындыңыз бар, сағыныш деген. Бірін-бірі сағынып отырған көрермендеріміз болса, алыстағы ағайынын және сүйген жанын сағынған жандар болса, осы ән Таңшолпан студиясында шырқалады. Я олай болса ән сұрайық сіздерден. Ал сахна сіздікі, көрерменмен байланыстасыз, жүректен жүрекке шығатын ән болсын. Ал біз тыңдайық. Рахмет, өте тамаша ән.
Шығармашылық табыс тілейміз сіздерге, тек қана Керемет тарту жет болды, жеңістен таңертең. биіктерден көріне беріңіздер. Рахмет.